Тағы да сол жұрт не дейді, жұрттан ұят. Ей, бауырым-ау, есіңді жинашы. Сол жұрт сенің дертіңмен дерттеніп жатыр ма? Сол жұрт сенің қарыздарыңды өтеп беріп жатыр ма? Сол жұрт сенің проблемаңды шешіп беріп жатыр ма? Әсте жоқ. Жоқ. Жұрт сенің жетістікке жеткеніңді қаламайды. Жұрт сенің өзінің ойындағыдай болғанын қалайды. Әрқайсының ойы әртүрлі. Сен жұртқа жағыну үшін, жұрт үшін өмір сүруге келген жоқсың. Сен жұрттың құлы емессің, сен Құдайдың ғана құлысың. Соны есіңнен шығарма. Жұрт не десе о десін, сен басыңды қатырма, өйткені сен өзіңнің мақсатың, өзіңнің жетістігің бар. Жұрттың көңілінен шығам десең, ешқашан жетістікке жетпейсің, өйткені жұрт сені артқа тартады. Сондықтан есіңді жина, бір Алладан үміт етіп, өзіңнің мақсатыңа, іс-әрекетіңді адал жолмен жасай бер. Бітті. Басқасы керек емес. Сондықтан бауырым, жұрт үшін емес, Алла үшін өмір сүр, сонда ғана жетістікке жетесің.